Өмірде үйленген жоқсыз, менің білуімше, иә? Жоқ. Күйеу бала емессіз. Жоқ. Ал енді болашақта күйеу бала болып жатсаңыз, осындай жағдайға түспеңіз, әрине, бірақ түсіп қалып жатсаңыз, қалай болады? Өте қиын сұрақ. Ой, табады бұл. Бұйыртса, алдағы уақытта сондай ниетім бар. Бір отбасыға күйеу бала болсам деген. Және де мен баратын отбасыда, мен күйеу бала болып баратын отбасымен бұндай оқиға болмайды деп ойлаймын өз басым, деп ниеттенем. Бұл телехикаяда бір қызығы, және де менің өзімнің туған інім ойнаған. Ол жаңағы Дариға апай мен Дархан ағамыздың ұлы болып ойнайтын Төреш, менің туған інім. Тамаша, керемет. Кішкентай кезінен актерлыққа, өнерге баулып жатыр екенсіздер ғой. Демек, болашақ мамандығы да белгілі ме қазірден бастап? Енді қабілеті бар сияқты, бірақ көреміз енді. Ертең уақыт көрсетеді, ертең өскеннен кейін оның таңдауы не болады екен дегендей. Жақсы. Менің жаңағы сұрағымды тұра тұрыңыз, бер қашып кетті. Жақсы, ал сіз қойып Күйеу бала сұрағынан інісін айтып кеткеніңіз бе? Сізге жауап бердім ғой енді күйеу баланың басқа жауап. нәрсе сұрап жатсам деп. Қалжыңдаймын. Жалпы енді қазір қаншама күйеу бала бар ғой біздің елімізде. Қазақтың күйеу баласы қандай болу керек, қалай ойлайсыз? Түх, не деген сұрақ мынау? Сіз өзіңіз бойдақсыз ба? Қазақтың келіні қандай болу керек деп сұраймыз ғой әдетте. Екі баланың анасы. Иә, екі ұлым бар. Мен де бір үлкен әулеттің келінімін. Жалпы қазақ әулетінде күйеу баланың рөлі қандай дейінші? Мен сол сізден сұрайын деген ғой, бойдақ болсаңыз. Жарайды. Қандай болу керек күйеу бала? Күйеу бала деген енді фильмдегі ой қорытқаныңыз бар. Ең бастысы күйеу бала ол өзінің жан жарының, туған туыстарының барлығын сыйласа екен деген еді. Яғни осы телехикаядан түйгенім сол. Өйткені менің кейіпкерім Арман өкінішке қарай кезінде өзінің қайын жұртымен онша араласпаған. Мінекей сондықтан да осындай жайттерге тап болып отыр. О баста қателік кеткен. О баста қателік кеткен. Қалада жүріп, қайын жұртымен еш араласпай, мысалға Дариға апайымыздың кейіпкері Рабиға тойға шақырған кезде, яғни Төрештің менің інімнің тойын жүргізіп берші деп шақырған кезінде, мен келмеген екенмін сол кезде. Яғни Арман менің кейіпкерім. Мінекей соның барлығы да осындай нәрсеге алып келеді деп ойлаймын. Сондықтан да өзінің қайын жұртына сыйлы болып, сол қайын жұртына қызмет етсе, құба-құп болады деп ойлаймын. Екі жақ тату болады, иә. Осы сөз естігім келді. Рахмет. Тамаша. Енді телехикаяда асабаның рөлін әдемі сомдайсыз, сіз, Бақтияр. Рахмет. Ал өмірде